біздің Қазақстан сияқты жаңағыдай ойыңа келген бағаны беріп мынаны жаңа істейсің ба деген жоқ. Енді сендер қазақ емессіңдер ма, сикер жасамайсыңдар ма, бүйтпейсіңдер ма, сөйтпейсіңдер ма, бір қазақ дегенде не болады дейтіндер де бар. Түрік халқы өте ұлтжанды. Өзінің ұлты, мысалы өзінің азаматына басқа ешкімге бармайды. Басқа да ресторандар бар. Оны кәдімгі франшиза сатып алып, бір жерге қоя салсаң болды, хозяин кім екенін білмейді, болды. Ол түріктер келеді. Сен бермесе Құдай өзі қайтарады ғой дейді, болды. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, бүгін подкастың тұрақты тыңдармандары, сіздердің назарларыңызға бүгін подкастың кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Біздің бүгінгі эпизод өте ерекше форматта, өйткені бұл Түркияның Стамбул қаласында жазылып отыр. Алдымен бүгінгі тақырыбымызға тоқталып, қонағымызды таныстырмастан бұрын біздің YouTube арнамызға жазылып қойыңыздар және осыған дейінгі шығарылымдарымызды көріп шығып, лүпіл басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді де жазып кетіңіздер. Сондай-ақ бізді барлық подкаст платформаларынан тыңдай аласыздар. Ал біздің бүгінгі қонағымыз Түркияның Стамбул қаласындағы Шаңырақ атты қазақ мейрамханалар желісінің негізін қалаушы Данияр Иманбақов. Данияр мырза, уақыт бөлгеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет, сіздерге де рахмет. Қош келдіңіздер. Қазақтың құтты шаңырағына, Стамбулдағы. Көп рахмет. Негізінде шетелде қазақтың асханасын, мейрамханасын көрген өте ерекше екен. Кәдімгідей сағынып қалдым. Мен 1,5 айдың ішінде мынандай байыпты. Сіз бұл бизнеске, бұл кәсіпке қалай келдіңіз? Бұндай идея қалай туындады сізде? Енді біз алғаш 2021 жылы келген болатынбыз Стамбулға. Сол уақытта келген жылы қазақтар өте көп болған. Енді өздеріңіз білесіздер, саудамен айналысады ғой көбісі. Қазақтан елге товар жібереді деген сияқты. Сонда жүреміз. Барлығымыз жаңағыдай өзбектің, түркмендердің асханасынамыз да, қазақтардың барлығы сонда. Сонымен бір ой келді. Олар ашқанда сонда біз ашамаймыз ба деген сияқты. Сонымен өйстіп, мына бірінші Зейтінбұрында шаңырақ ашылған болатын. 2021-дің июнь айында идея солай келген болатын. Әр қазақтың бір ордасы, яғни шаңырағы болсын деп, атын шаңырақ деп қойдық. Әр қазақ осында болсын деген. Шүкір Аллаға, қазіргі таңда енді қазақтар келіп жатыр. Келіп кетіп жатқан да қазақтар да бар. Бірақ көбісі, басым көпшілігі осы шаңырақта қазір табылады. Енді қалай айтсақ болады, өзіміздің бауырсағымыз бар, өзіміздің бешбармағымыз бар, өзіміздің қымызымыз бар Стамбулда. Дегенмен де әр еліміздің азаматы осы шаңырақта. Стамбулда қазақтың қара шаңырағы осы болып тұр қазір. Сіз бұл бизнесті өзіңіз бастадыңыз, серіктесіңіз жоқ? Өзім бастадым. Как раз сол 2021-дің июнь айында ашылғанбыз. Бірінші енді өзіңіз көріп жатқандай барынша тырыстық. Енді басқа да бір инвестормен ашатын жағдай болса, әрине жақсы жерден теңіз жағасынан алатындай возможность жасайтын едік та. Енді Аллаға шүкір, енді бірақ жасап жатырмыз, істеп жатырмыз. Бірақтан енді қазіргі таңда осы 6 ай болды, екінші жерін аштық, Лалеле жалпы Фатих районы, ол жерде енді туристердің келіп кететін районы. Базардың барлығы сол жерде, оптовый центр сол жақта, отельдің бәрі сол жақта, қазақтардың барлығы сол точкада. Мына Зейтінбұрын ауданы осында тұратын қазақтар тұрғылықты, Қазақстаннан келіп, осы жақта квартира снимать етіп тұрған қазақтар осында. Енді нақты 2 локация ғой, негізі Стамбулда ашатын жер. Басқа локацияға жүгірудің қажеті жоқ. Турист жоқ дейсіз ғой ол жерлерде. Жалпы осы жақта бизнесті бастаған кезде қандай кедергілер, қорқыныштар болды ма? Қандай тәуекелдерге бардыңыз? Жоқ, түрлі болады ғой. Бірақ оны жеңе білу керек та. Қорықсаң ондай рискке бармайсың ғой. Дұрыс па, Енді қазір небір өзіңіз білесіз жаңағыдай коуч, мотиваторлар бар, небір психологтар бар. Оны айтып жатқан рас, действительно. Егер өміріңде жақсы болсын, жақсы жаққа түзеймін дейтін болсаң, сен тәуекелге бел болу керексің. Сен рискованный адам болу керексің. Қорықпау керексің. Бір сөзбен айтқанда, қорқынышты жеңе білу керек. Менің ойымдағы, мысалы пайымдауымдағы, осы кәсіп иесінің жүргенде, кәсіппен айналысып жүргендердің басым көпшілігі ол қорқыныш жоқ адамдар деп өзім қабылдаймын. Қорқыныш бар адам осы ештеңе істемейді. Бұл өйткені ода қорқыныш бар. Одан қайта біреуге тәуелді болып, яғни күнімді көре берсем, бір айлыққа жүре берсем деген ниетпен жүреді. Енді бұл жерде түбегейлі бәрі бірге бір бизнеске қалды деген әңгіме емес. Енді өмір болғаннан кейін барлығы болады ғой. Мысалы мен бизнес ашсам, сіз бизнес ашсаңыз,
сонда сізге кім келіп жұмыс істейді деген әңгіме ғой. Бірақ әрқайсының өзінде нормасы бар да. Сондықтан да рисковать ету керек, жұмыс істеу керек, жастарға айтатын. Қолдан келгенше енді болады, кәсіп болған анау болады, мынау болады, бірақ соған төтеп білу керек та, шыдам керек. Сіз осы Түркияға келместен бұрын Қазақстанда да өзіңіздің кәсібіңіз болды ма? Негізі білуімше сіз логистика саласында жұмыс істедіңіз. Иә, енді мен логистика, мен негізі мамандығым теміржолшымын. Теміржолда да қызмет жасадым 3,5 жылдай. Экспресс тальгода істедік. Жаман емес, жұмысым жақсы атқардық. Ол жұмыста да жаман болған жоқпыз. Одан кейін де Голландс Бутлерс компаниясында жұмыс істегенмін, Максичай производствосында. Сол жақта мен 1,5 жылда істедім, старший менеджер болып по железнодорожной логистике. Одан кейін біз енді штор саласына кеттік. Штор саласына кеткенде ол идея жеңілген болды. Неге себептен? Өйткені декретінде үйде адам ішіп тастады, бірдеңе істеу керек деген сияқты. Сонымен ақырын ол негізінен бизнеске солай кірдік қой біз. Мен келіншегімнің идеясымен кіргенбіз негізінде. Әйтсе мен істей беретінмін, ол жұмысында жақсы болды, табысында жақсы болған, ол жағын не жоқ енді. Бірақ жаңағыда осыған келдік. Как раз сол штормен бастаған кезде біздің ең алғашқы кәсібіміз былай басталған. Үйге тігіп береді, туған туысқа тігіп береді, достарына тігіп береміз шторды деген сияқты ғой. Біздің саламыз штор саласы болған. Как раз мен машинка алып бергенмін, сол машинка керек, мынау керек деген. Оларды алып бердім, бірақ солай кетті. Құдай өзі сол бізді табысты молайтып қойды бізге. Назар бізге ауған шығар, сөйтіп табысымызды молайтып, енді мен жұмыстан сұрана бастадым. Өзіңіздің жұмысыңыз. Мен жұмыстан сұрана бастадым. Бірақ оның старший болғаннан реттеп қойсам болды, ең бастысы. Жұмыс орнымен жүре беретін де. Содан одан доставка болды, доставкадан кейін Замер басқа қала шыға бастады. Ақтау, Атырау көп батыстықтар болған. Ақтөбенің адамдары көп бізден алатын енді. Доставка да істедік. Сонымен салон аштық, сөйтіп, штор салон аштық. Аштық, жүргіздік. Алланың қалауымен сондай табысқа ие болдық. Жақсы табыс таптық, Құдайға шүкір. Енді оны алып келдік, жасадық. Идея туындайды ғой, кәсіппен айналысқаннан кейін идея болу керек. Олсы болмайды. Сол кезде ең алғашқы біздің Қазақстанда, Алматыдамыз біз сол кезде дизайн бесплатно, доставка бесплатно, установка бесплатно, замер бесплатно, жаңағыдай үтіктеу бесплатно, соның бәрін бірнеше кіргізіп жүргенбіз. Біз бір ЛК декор деген біз болған бірінші. Біз бірінші соны кіргіздік, одан кейін ақырындап болады, әр салада өзінің конкуренциясы бар. Бірақ олар ақырын сөйтіп қоса бастады. Ол қай жылдар еді? Бұл 2019-дан сондай болды. Осыдан 4 жыл бұрын ғой. Соған сөйтіп жасадық. Енді бізде уже заказ көп. Действительно, үлгермей тігіншілер алып жатыр. 2 тігінші ал, 3 тігінші ал, 4 тігінші. Біреу үлгермей жатыр, біреу шыға алмаймын дейді, бір тігіншілер, жақсы тігіншілер бар. Шыға алмаймын дейді, жарайды, сен осыны давай саған берілген осы, сен тік, самый главный, жасап бер, дайындап бер, осы датаға осы күні дайын тұрсын. Жарайды, үйінде отырып та тіккендері бар. Уже біз машинканы ала бастадық. Ит жетіп жүрген кезде карантин келді. Карантинге тап болды, как раз 2020-да. 2020-да қатты енді болды ғой, әлем бойынша карантин болды ғой. Сол кезде біраз қиналғанбыз. Мен ол жерде жұмыскердің айлығы бар, әр жұмыскердің тауып жатқан жаңағыдай наны бар деген сияқты. Оның отбасысы бар, шыға алмайды, ешқайда жүре алмайды, бірақ ақша жасау керек. Оның зарплатасы бар деген, аренда бар деген, комуслугы бар, налог бар. Енді кәсіп болғаннан кейін бірді-бірге алып, салып кетесің, ол кезде жаңағыдай ИП арқылы кредит алып, ол да бар жан-жағына келген. Қысады ғой, жан-жағын қысқан кезде уже выход табады адам негізінде. Қатты қалай сен қиыншылық келген сайын сен выход таба бастайсың. Жол іздей бастайсың, қалай жолынан шығып кетіп, жақсы жаққа кететін деген сияқты. Енді үлгейту керексің сен. Егер соңынан нетіп төмен түсіп қалып қалсаң, бітті ол, қалдым деген сөз. Артқа кетесің, шегінесің. Лучше олай емес, выход іздеп жоғарыға шығу керек. Сондай. Бірақ жасадық. Сол кезде міне 2020-да болды. 2020 уже біздің салонды өзіміз саттық. Мәжбүр саттық. Сонымен салонымызды сатып, осы Стамбулға келдік. 2021-де как раз сол Стамбулға келген кезде қазақтар көп, қайда жүрсең әйтеуір қазақтар. Сонымен осы ресторан саласына келдік қой. Ал Түркияға қоныс аударуларыңызға не себеп болды? Осы себеп болды. Осы шаңырақ себеп болды. Болады негізінде жүйені қойып та жүре берсең болады Қазақстанға кетіп.
онлайн басқара берсең де болады, өйткені бәрі система бәрі жүріп тұр ғой мына жақта, алып жатқан мысалға бәрі. Мен қазір телефонға қарай саламын, мысалы айка деген программамен жұмыс істейміз. Телефонмен оның айканың ішінде дашборд деген программасы бар. Мен кіре саламын да қай уақытта қандай клиент болған, қанша касса болған, қай уақытта спад болған, бәрі рейтинг көрсетіп тұрады ол жерде. Кешегі күн мен алдыңғы бір ай, бір апта, бір ай, бір жылдық рейтинг көрсетіп тұрады. Айка программа сондай. Сосын кейін оны қарап отырасың мына жерден. Камерам бар, өзіңіз көптесіп айналым бәрі камера. Оны істеп тұрмын. Басқарсам да болады ана жақтан. Бірақ енді неде болғанда да өзім ішінде жүрейін дедім да. Өзімде болайын, басқасына болғанға не жетсін? Ішінде болып, өзім ішінде жүріп, өзім қадағаланым дұрыс. Деп енді қазір уже 2,5 жыл болды Стамбулда тұрып жатқанымызға. Бірақ бағана өзіңіз айтпақшы, айтып отырсыз, мен әлі үйрене алмай жатырмын. Шетелде жүргеннен кейін бір қиындау деген сияқты. Ол в любом случае үйрену қиын болады. Біз 2,5 жыл болды, біз әлі өзіміз үйрене алмай жүрміз. 2,5 жыл болды, әлі үйрене алмай жүрміз. Неге? Тілді білмейді емес, білесің. Бірақ бұл жерде өзіңнің елің ғой, өзіңнің жерің қанша екенін білу. Өзің топырағың, өзің қазағың. Бұл жерде өздерінің ұлттары өздерінен Түркиядан асқан ел жоқ дейді. Дұрыс, өйткені туған жері осы Турция болғаннан кейін, елі жері осы мемлекет болғаннан кейін, әркім мемлекет өзіне ыстық. Мен осыны айтайын деген 2 ай бұрын қателеспесем Алматыға бардым, Астана арқылы ұшып бардым. Сол кезде ұлымды алып кеткен бірге. Ұлымды алып кетсем, аэропорттан түсе сап, ұлым айтады ғой, папа мыналар қазақша сөйлеп жатыр дейді ғой. Сонда енді осында тұрып, осында садигіне барады. Бәрі түркше сөйлеседі ғой бұл жақта. Сосын қазақша сөйлеп жатыр, папа қазақша сөйлеп жатыр дейді. Сен, мен айтамын, сен еліңе келдің, сен жеріңе келдің. Бұл сенің елің деймін. Бұл жақта бәрі қазақша сөйлейді деймін ғой. Деп енді 3,5 жастағы бала ғой. Білмеймін, соны айтып жатсам, одан кейін келіп жүріп, енді мына жаққа да үйренген бала ғой. Папа Стамбулға теңізге барайықшы дейді ғой. Папа теңіз сағынған ғой, енді теңіз жағасында жүргенде. Сол сияқты. Сол қазір жүріп жатқан жайымыз осы ғой. Елге деген сағыныштарыңызды қалай басасыздар? Елге деген сағынышты біз енді мен үшін мен барып басам да. Басқаша мен басамаймын. Жарайды, бұл мына бауырсақты, тамақты, қымызымызды ішіп жатырмыз, Аллаға шүкір, ол тамақ жағына қимамаймыз да. Дей тұрғанмен елге барып сағынышым басамын. Әке-шешемнің қасында, туған туыс бауырдарым қасында отырып, әңгімелесіп, бір осындай бір кеш шай ішіп отырып, мен сағынышым басамын. Меніңше осылай айтпасам, былай онлайн деген мен ондай сағыныш басу деген ондай сенбеймін енді. Бірақ маған барып, сол жерде болып, еліміздің, жеріміздің халықты көріп, топырағын көріп деген сияқты сөйтіп қана басамын. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, енді балам бар деп, 4 балаңыз бар ғой, иә? 3 ұл бар, қызым бар. Машаллах. Енді сол жаңағы тәрбиеге байланысты сұрағым келіп отыр да, олардың баратын балабақшасы түрікше, жан-жағы түріктер, үйде жаңа қазақы тәрбие қалай болады? Енді бұл жерде қазақ мектебі жоқ емес, бар, Абай атындағы, осы ауданда. Бірақ аты қазақ мектебі Абай атына берілген, бірақ ол жерде гимназия түрікше. Ол жақ түрікше оқиды енді, өкінішке орай. Әйтпесе болатын еді, менде беріп қойып, или хотя бір 2-3 сағат қазақ тілінде деген мамандармен жұмыс істесе деген. Бірақ енді өзіміз үйде қазақша сөйлесеміз ғой. Олар балалар қиналып жатқан жоқ. Қазір біздің балалар, мен көршілеріміз орыстар, садиктегілер түріктер, үйдегі қазақ біз. Сосын кейін ол жақта оқытатын ағылшын тілі бар. Қазір енді 4 тілді, ағылшын, түрік, орыс, қазақ тілін қатар меңгеріп жатыр. Ішінде олар тез қабылдап алады ол бала деген. Орыспен орысша сөйлесе береді. Мен балаларым жаңағыдай солардың аудармашы ғой, достарының арасында ойнап жүріп аударып береді. Түрікше анаған сөйлесе, анау орысша сөйлесіп жатса, соны тұрады да біздің, мен айтамын ғой, қазақтың өте сондай біз гибкиміз ғой жалпы қазақтар. Кіріп кете береміз да, былай тіл білген артық етпейді, ол жақсы тіл білген. Анау айтып жатады ғой, бүйтпеу керек, сөйтпеу керек, жаңағы тілге дұрыс, әрине қолдаймын, оған жоққа шығармаймын. Өзіміз тілді дамыту керек, неғұрлым қазақша сөйлеген дұрыс, өз-өзіміз түземесек біз кім бізге сөйтіп, ешкім түземейді сен келіп сыртынан келіп. Бірақ ол жаңағыдай бұның жаңағыдай саясатпен айналыстырып, жаңағыдай бүйту керек, оқыту керек, сөйту керек деме, әркім өзінің қазақша ма сіз, пожалуйста, қазақша оқи беріңіз. Қалауың ағылшын ба, ағылшынша оқи бер. Орыс па, орысша оқи бер. Неғұрлым көп тіл меңгерген сайын сен сол елдің
былайынша айтқанда уже мәдениетті біле бастайсың да. Сол көп тіл білген жақсы ғой. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметтейді. Сондықтан да өз тілімізді құрметтеп жүрген әрдайым бірінші орында. Яғни балалардың тәрбиесіне сол жан жақтылықты басты назарда ұстайсыздар. Әрине. Бізде енді балаларға деген жаңағы шектеу жоқ. Жоқ, сен қазақша оқы, жоқ, сен түркше жүрсің, түркше ғана оқы дегендай қатып қалған заң жоқ. Мен айтамын, барлық тіл орысша ма, орысша да оқы. Ағылшынша ма, ағылшынша да оқы. Қай тілді? Хоть сен қытайша ма, қытайша да біл. Өйткені мен өзім шетелде жүргеннен кейін шетелге көп шығамын өзім. Көп зерттеймін, көп аналитика жасаймын өзім үшін. Көп адамдармен араласамын. Даже кейде араласатын адамдардың арасында маған аудармашы керек болып қалады. Мен өзіме енді мен өзім ағылшынша білмеймін ғой енді рас. Сол мысалы ағылшындармен кездесетін болып қалған, сол кезде маған аудармашы керек болып қалады. Онда бар небір жас жігіттер бар, 7-8 тіл білетін балалар бар. Яғни бар 7-8 тілді совершенно, мен мысалы администрацияда жүрген жігіт 4 тіл біледі. Совершенно біледі, иә, қазақтың балалары өзіміздің. Совершенно. Мен тұрамын да алдын ала айтып қоямын, осындай күні осындай жерде кездесу бар, маған жаңағы ағылшыннан қазақшаға аударып, мен сөзімді оған аударып беру керек деймін, болды. Ондай сол үшін көп тіл білген жақсы да. Қанша кездесулер бар. Бір мемлекет арасында бір кездесулер болып қалуы мүмкін. Болады енді бір кәсіпкер болғаннан кейін ол жан-жақта бола береді ғой. Мен жалғызына ресторан саласымен емес, мен басқа да айналысатын істерім бар. Мен бұған жүрмеймін, тек басқа да айналысатын кәсіптерім бар да. И мен международный деңгейде айналысқаннан кейін маған керек тебе. Мысалы Африка бар, Ираннан келетін адамдар бар деген сияқты. Сосын кейін жаңағы Ресейден келетін орысша мен біле беремін да. Ағылшыннан келетін адамдар бар деген сияқты. Мен түркше де білемін. Кейде мен олардың арасын жүріп, мен аудармашы болып қаламын. Аудармашы болғаны просто сөйлесіп жатқан арасында мен бір-екі әңгімелерін өзім аударып түсіндіріп беретін кездер де болады. Енді олар үлкен кісілер ғой, көп тілді білмейтін. Сіздер осы Түркияға ең алғаш келген кезде тілді біліп келдіңіздер ме, жоқ әлде осы жаққа келіп үйрендіңіздер ме? Осы жаққа келіп үйрендік. Мен мүлдем даже амандасуды білмейтінмін мен түркше. Білмейтін, мен оқымағанымда түркше Қазақстанда. Енді қажет етпегеннен қарамайсың ғой, не істейсің? Иә. Аманда қажеттілік туындады. Алғаш келген жылы біз жүрген кезде мен даже элементарный бір сөзді айта білмейтінмін. Сөйтсем, бір KFC-ге бардық. KFC жегіміз келді. Сол кезде жаңағындай қанат қой біздше енді, қанат. Сөйтсем, түріктерде де қанат екен да. Мен оны білмеймін. Ана айтайын деп бірдеңе сұрайды, сосын мен сасқаны бүйтем ғой. Қолымды анау күліп жатыр, қанат па де, қанат сондай біздің тілдер келеді екен бір-бірімен деп. Сондай бір қызықты оқиғалар болған енді. Одан кейін ақырын уже араласа келе, сөйлесе, таныса келе, қазір жаман емес, жақсы білемін. Қазір жазуды да білемін, түркше. Сол тілді жақсы меңгеріп шығуға қанша уақыт керек болды сізге? Енді қажеттілігіне байланысты ғой негізінде. Мен түркше мына жақта официально оқыған жоқпын еще. Еще мен жазуды үйреніп алғанмын өзім үшін. Өйткені неге? Қажет етпейтін, мысалға осы жерде жүрген саудамен жүргендер бар. Оларға қажет етпейді көп. Олар қазақтармен көбіне сауда жасайды, Қазақстанға товар жібереді. Айтатын бір-екі ауыз әдеби тілді біледі де, болды сонымен ғана жүре береді. Ал мен нағыз осының ішіне ремонт жасаған кезде, осылармен заттарын алған кезде, нағыз қажеттілік сол кезде туындаған маған. Мен сол кезде қатты қиналғанмын. Содан мен уже тез үйрендім. Мен уже интонациясына не үйреніп алдым олардың. Қай жерде қалай сөйлеп, қай жерде қандай манерамен сөйлеу керек соны үйреніп алғанмын. Яғни тіл үйренудегі тағы бір басты нәрсе ол сол практика болса тез үйреніп кетуге болады дейміз ғой. Иә. Әрине практика ғой мына жерде. Теориядан былай білесің, ертең сөйлеспегеннен есіне шығып кетеді ғой. Мысалы ағылшында кезінде мен курсқа бармадым емес, ағылшын курсына барғанмын Қазақстанда, иә. Бірақ енді қажеттілігі жоқ, ешкіммен сөйлеспеймін, алдын ұмытып қалдым. Қазір білмеймін мысалы. Осы кәсіпті бастамастан бұрын, яғни бұның бизнес процестерін жасауға қанша уақыт кетті? Мәселен, конкуренттерді зерттеу, бағаларды зерттеу деген нелерін. 2 айда кетті ғой. 2 ай, иә? 2 айда кетті, бірақ біз 1 айда аштық қой, 1 айда аштық, бірақ оған дейін де біздің зерттеулер болды. Енді қарайсың жалпы. Енді біздің кухня осы. Мен мына жақта тұрғандарға ешбіреуіне конкуренция емеспін негізі. Бар мына жанымызда түріктердің кебаптары бар, пловтары бар, жаңағы турецкий да, мысалы Бурса кебаб-еві дейді, олар бар. Бірақ айналып келгенде біздің кухня бөлек, олардың кухнясы бөлек. Біздің қажеттілігі жейтін ода жоқ, оныкі бізде жоқ деген сияқты. Сондайда бізге енді осы тағамдар
азиатский ғой негізінде деген. Мантысы бар, пловы бар, жаңағы беш бармағы да бар. Енді нағыз национальный блюдо енді сол бізде беш бармақ қой. Андай басқа бағыттағы жаңағыдай ондай тамақтар бізде жоқ. Неге? Өйткені біз азиатский орта қалып жатырмыз. Өйткені біз өзбектерді қарадық, ұйғырларды да қарадық, келген уақыт қырғыздар да келу керек деген сияқты. Сондай да. Ал жалпы күніне орта есеппен қанша клиентке қызмет көрсетесіздер? Енді орта есеппен есептегенде клиент болғанда бізде былай енді выручка дейді қазіргі. Қазір енді қазақта азайып кетіп жатыр ғой. Соның выручка кішкене біраз түсті. Қазір 500-600 болып тұр біздің теңгемен шаққанда. Выручка сондай. Ал енді жаңа жылдан кейін көреміз бұйырған көреміз. Енді ол бизнес қой, бизнес болғаннан кейін бәрі болады. Бизнесті айналысқаннан кейін мен айтатын бәріне дайын болу керек та. Бұл жерде көтерілуге де аяқ астынан көтеріліп кетуі мүмкінсің, болмаса аяқ астынан түсіп те кетуі мүмкінсің. Или банкрот болып қалу керексің, соның бәріне дайын болу керексің. Бірақ оны ойлай берудің қажеті жоқ, жасай беру керек жұмысты болды. Жасай беріп, оны ойлай беретін болсаң, сен любой случае асып кетіп қаласың. Оны бүйтіп ұстап алып, жаңағыдай мына мышление соған қаратып, бүкіл ненің назарын бәрін соған аударып алып, болмай зай берсең, ол болмайды ол. Позитивно ойлау керек та, позитивно ойлап, көзі қарасың, кішкене алдыға қойған мақсатың айқын болу керек та. Сол кезде кешіп шығасың да, қайтпау керек қой. Ал команданың жайлы білгім келіп отыр. 30 адам бар қазір. Екі нүктеде. Екеуінде де, иә. Қазір 30 адам бар. Олар Қазақстаннан. Не жалпы көбісі Қазақстан ғой. Енді бұл жақтың түріктер де бар, жұмыс істейді, бірақ олар жаңағындай пол жуады, ыдыс жуады деген сияқты ғой. Өйткені олар біздің кухняны білмейді, ол тамақ жасамайды ғой. Я болмаса официанттар келіп, олар қазақша сөйлемейді. Официанттар бізде істеп жүрген, олар қазақша біледі, түркше біледі, орысша біледі, мысалы үш тіл біледі, кейбіреулер ағылшынша білетіндері бар. Шетелде болғаннан кейін сондай болады. Сол барлығы. Сонда не аспаздарды арнайы Қазақстаннан алдырдыңыздар? Иә, арнайы Қазақстаннан келген аспаздар ғой. Біз 2021 как ашылатын кезде Омар деген жігіт, әлі бізде келе жатыр, 1,5 жыл болды істеп келе жатыр. Сол Омармен бірге осы фундаментін бірге қалағанбыз. Енді как ол шеф-повар ретінде қандай болу керек, не болу керек, соның барлығымен айналыстық. Енді қазір осы общий бәріне қарап отырған сол Омар, сол жігіт. Сол қарайды, сол жасайды, сол айтады. Мен сонымен сөйлесем, қалған бәрін сол жеткізіп отырады. Ол енді бізде Қазақстанда негізінде бренд-шеф дейді ғой. Ондайда бренд-шеф дейді. Мысалы 4-5 ресторанның үстіне, шеф-поварлардың үстінен қарайтындар бренд-шеф дейді. Енді бұл жерде бізде бренд-шеф деген жоқ. Неге? Екі ресторан, оны самый шеф-повар қарап отырса болды да. Мына жақта өзінің шеф-повары бар, өзі қарайды, ол кісі жас Қазақстаннан келген кісі, ол кісінің де қолы дәмді. Целом осы. Мәзірлерді сол кісіменен бірге жасайсыздар, иә? Мәзірлерді сол кісімен бірге қараймыз. Біз енді рейтинг қараймыз ғой, қай сұраныс болмаса біз алып тастаймыз ол тағамды. Қандай тамақтарға сұраныс шығар? Енді мантыға, беш бармақ. Енді бірінші орында тұрған беш бармақ. Одан кейін жаңа плов, одан кейін манты, одан кейін пельмень, сосын котлеттер, одан кейін жаңағындай борщ болады, одан лагман да бар, кстати, гойру бар, сомен бар, сол лагмандар тоже жақсы өтеді бізде. Енді аз дейтін жаңағындай ол сезонмен қарайтын окрошканы олар жаздағы жақсы кетеді. Әр өзінің несі бір өтетін тағамның сезоны бар. Мәзірлер қанша уақытта жаңаланып реттеп отырасыздар? Енді бізде негізі былай 3 айда бір ғой, енді 3 айда бір, енді біз қазір аяқтан еткеннен кейін 6 айда қайта нетпейміз. 6 айда бір, бізде есепке қараймыз, бағаларға да қараймыз. Көтеріледі, Турцияда негізі баға қымбатшылық қазір белең алып тұр. Міне, мен айтайын, элементарно. Қазір Турцияда 11.500 лира әскери үжрет дейді. Әскери үжрет деген, это минимальный заработный плата 11.500 лира. Ол дегеніміз біздің теңгеге шаққан кезде 180 мың, 190 мың теңге болады. Енді осы жаңа жылдан кейін, кеше жаңалықтан үкімет қаулы шығарды, 17 мың лира әскери үжрет болу керек. 17 мың лира дегеніміз шамамен қазір 300 мың теңгеге келіп қалады. Минимальный заработный плата Турцияда 300 мың теңге болу керек болды. Ол бекітілген заң. Ол кәсіпкерге де касается, ол үкіметтегілерге де касается. Ол екі жақ тарап бірдей. Біздің Қазақстан сияқты жаңағындай ойыңа келген бағаны беріп, мынаншаға істейсің ба деген жоқ. Өйткені
талап етеді, үкімет талап етеді. Өйткені үкіметтің өзі сол ақшаны бергеннен кейін басқа кәсіпкерлерден соны талап етеді. Сол минималка соны беру керексің болды. Одан кейін жаңағыдай страховка дейді. Мына жерде тағы да бір айта кететін не. Страховка, біздің Қазақстанда страховка қанша, бір 5 мың теңге ме адам басына? Сондай шығар енді шамамен. Медицинская страховка деген. Бұл жерде так 4 мың лира шамамен 70 мың теңге бір адамға. Бір адамға страховка. Мен хочешь не хочешь, оны страховка мен төлеймін. Өйткені мен жұмыс беріп жатырмын. Ол менде істеп жатыр. Ертең бірдеңе болып қалса, сол страховкамен сол өзі бар емделеді, тегін бар емделеді. Ал ол менің міндетім. Жалғыз мен емес, барлығы да міндетті, кәсіпкерлерде, үкіметте. Бұл жерде тағы да бір айтатын жай. Мен қандай да бір любой бизнес жаса, бірақ мен шетелден келіп тұрғаннан кейін, мен жоқ дегенде кемі 5 адам түрікті жұмысқа алу керекпін, түрік азаматын. Енді өзіңіз ар жақта есепке ойлай беріңіз. Жаңағыда 4 мың лираны жаңағыда 5 түрік көбейтесің болсын, 20 мың лира. Жай ғана страховка кетеді. Әр түріктің жаңағы 17 мың лира, оның расходы бар минимал, қазір жаңа жылдан кейін бастайды. Примерно сөйтіп келген адам да білмейді, неге қандай баға анау дейді. Енді бұл жерден бәрі ойын алып, көшені алып қоя салған баға емес қой, бәрі есеппен қойылған дүние. Аудит бар, барлығын есептейміз, себебін бәрін шығарамыз, расход шығарамыз, коммуналканы есептейміз. Турцияда электр свет қымбат, Қазақстанда да емес, газ өте қымбат. Мысалы, элементарно бензин өзін алатын болса, литрі 650 теңге. Енді газы соған соответственно сондай қымбат та. Суы да қымбат бұл жерде. Енді солай. Енді бизнес болғаннан кейін жасайсың ғой, жұмыс істейсің, бизнес болғаннан тоқтатпайсың, оны істей бересің дальше. Содан кейін айтатыным жаңағыдай, әр менюда тұрған баға ойдан алып қойылған баға емес. Бұның барлығы есеппен қойылған баға. Бар кейбір адамдар келіп те болады ғой, болмайды емес. Ананы айтып кетеді, мынаны айтып кетеді. Бірақ мен оның жоқпын, оны мен администраторға айтады да, аға, біздің қазақтар не жасаса оны жақпайды дейді. Сосын тұрамын, не жиналыс болады, сосын не болды деймін. Енді бір кісі ананы айтып кетті, бір кісі мынаны айтып кетті. Сосын мен айтамын, енді не айтса да сен ол тура келеді көзіңе. Жақсы, тағы күтеміз, кешірім сұраймыз, ескеретін боламыз деп айтып шығарып саласың. Не істейсің бар? Сен енді клиент всегда прав, сен онымен тұрмайсың, доказывать етіп. Бәрін есептеп берейін деп тұрсың алдыма деймін. Мынандай, доход мынандай, расход мынандай деген сияқты. Жоқ, амал жоқ, көнесің. Бірақ сол кезде де ішім ашитын, 60 алтын таққан кісілер келіп айтып кететін жас балалар, студенттерге. Нет, что аналарға чебет тастап кеткенге дейді. Олар әңгіме айтып кетеді біздің үстімізге дейді. Сендер бүйтіп жүрмеңдер, сендер қазақ емессіңдер ма, сикер жасамайсыңдар ма, бүйтпейсіңдер ма, сөйтпейсіңдер ма, бір қазақ дегенде не болады дейтіндер де бар. Ол бар, оны талай көреміз ғой. Оны айтатындар сол, өзімізді Қазақстаннан келгендер айтады. Сонымен қатар қолдайтындар да бар. Жоқ емес енді, қолдап жатыр. Әйтеуір байса өзім қазағым байсын дейтіндер де бар. Жақсы, Алла разы болсын ол кісілерге де. Енді бағанағы тура айтып кеттік қой, басқа да бір ұлттарда келсін деген сияқты. Соған бір тоқтала кетейін кішігірім. Енді бұл жерде былай. Көбісі енді шынына келгенде Қазақстанда ұлтшыл мен ұлтжандылықты айырмайды дұрыс. Бұл жерде негізі түрік халқы өте ұлтжанды. Өзінің ұлты, мысалы өзінің азаматына басқа ешкімге бармайды. Мен оны көзім жетті. Олар қай жерде жүрсе де өзінің азаматын мақтап жүреді. Болмаса үндемейді. Болды. Либо мақтайды, либо үндемейді. Бірақ біз сияқты артынан айтып жамандамайды. Келді ме мысалға, қанша келіп жатыр ғой, қонақтар да келіп жатыр. Бірақ та түріктерде былай бар, мынандай әңгіме бар. Қазанса менің қардашым қазансын дейді. Бұл жерде деген табыс тапса, менің бауырым табыс тапсын дейді. Көрдіңіз бе қайда жатыр мағына. Сондықтан да ол келеді, екеуі қатар тұрса, бізге емес өзіне барады. Не де болса соған бір тиын болса тастап кетейін деген сияқты. Бізде Қазақстанда ондай жоқ қой. Бізде любой, қай жерде жегің келеді, қай жерде ішкің келеді. Сосын ана біреу не айтып жатқан, соның ресторанға жерден алып жерге салып тастайды ол. Ол қалай жүріп жатыр, ол мен шаруасы жоқ. Көрдіңіз бе, ол сондай кішкене бізде менталитет сондай да. Енді оны мен қалай түсініп отырмын, мен оны шетелге шығып түсініп отырмын. Мен оны бәлкім түсінбес едім, егер мен шетел көрмесем. Егер мен Қазақстанда жүре берсем, мен оны түсінбес едім. Өйткені неге шетелге шықпаған, мен көрмегенмін, білмеймін деп отырмын. Мен шетелге шығып бәрін көргеннен кейін, көзім соған жеткеннен кейін, бізде сол ұлтжандылық жетпейді да қазақтарда. Негізі ұлтжандылық болу керек. Ұлтжанды, неде болса пайдамды біреуге тигізейін. Өзіміздің жаңағыдай пайдамды тигізейін, қол ұшымды созайын деген сияқты сондай бізде кішкене жетіспеушіліктер бар да. Бірақ
тағы да бәрі емес, бар ішінде жақсы қолдайтындар да бар, арнайы келетіндер бар, анау алыс жерден келетіндер бар. Мен естідім, жаңағы қуанып тұрмын, арнайы келіп бір қолдауын көрсетейінші деп келіп жатқан кісілер де бар. Арнайы іздеп келеді, даже мен басқа қаладан іздеп келген кісілер бар, Анкарадан іздеп келеді, Измирдан іздеп келеді, Бурсадан іздеп келетін адамдар бар. Осы біздің, ол бір жағынан үлес, екінші жағынан осы біздің қазақтың тамағын жеткізіп келеді. Әйтеуір шетте жүріп бір-бірін барынша қолдап жүреді дейсіз. Иә. Ал енді осы шаңырақтың Түркияның басқа нүктелерінде ашу ойыңызда бар ма? Енді мен басында бір ойда болған, енді бірақ қазір олай кетті де, неге десеңіз, аудитория аз. Оны мен ойлай жаңағындай анализ жасап көрдім. Бізге тек қана қазақтар келетін болса, оны несіне ашамын мен басқа жақта. Стамбул негізі нүктесі болды. Анкарада болады, бірақ Анкарада студенттер, саудамен жүргендер жоқ. Студенттердің өздеріңіз білесіздер, баяғыда мен де студент болдым ғой, көп лишний ақша шығарғым келмейді. Бір доширакпен бір майонез нанға жағып жеген кезде де болды. Бір общага тұрып алсақ болды. Ең бастысы жататын жерім бар. Бір майонезбен доширакты жеп алдым, болды, қарным тоқ жүре бердім. Студент сол, ол табыс тапқаннан кейін әрине сен өзің қалауыңды істейсің. Бұл жерден табыс табатын адамдар ғой, негізі кәсіпке келетін адамдар, бизнесмен жасайтын адамдар Стамбулда. Басқалардан ашудың қажеті жоқ. Біздің кухнямен. Әйтпесе болады, басқалардан аша бер, жасай бер. Түркияның өзінің 85 миллион халқы бар. Бір Стамбулдың өзінен 20 миллион халық бар. Ал келіп бизнес жасаймын, бастаймын, мысалға бар, небір бургерлер бар, турецкий өздерінің. Басқа да ресторандар бар. Оны кәдімгі франшиза сатып алып, бір жерге қоя салсаң болды, хозяин кім екенін білмейді, болды. Ол түріктер келеді өзі. Франшиза қылдырып ал, Стамбулға қойып қой, Анкараға барып қоя сал соны. Ал сен бизнес жүре береді. Өйткені біздің кухня емес, олар өздерінің кухнясы ғой. Сонда фишкамен кіруге болады. Түсінікті. Онда жалпы қазақтың асханасын сағынатындар, аңсап жүрген Түркиядағы қазақтар болса, онда Стамбулда Қара шаңыраққа келіңіздер. Күтеміз. Сіздерде жаңағы бауырсақ бар, қымыз бар. Қымызды Қазақстаннан алдырсыздар ма? Жоқ, қымызды басында алдырғанбыз. Енді бұл жерде тағы да былай айтса солып кетейін деп тұрайын. Біреулер де бар, енді айтпай ақ қояйын, ойбай ет қазасын алып келеміз, қымызды қазасын алып келеміз дейтіндер де бар да. Енді мен айтайын, ол бос әңгіме де, ол ешкім ешқашан алып келмейді. Бәрі осы жақтан. Осы жақта бар, қазақ ауылы бар өздерінің, қазақтардың жаңағыдай қымызы да бар, өзінің бие ұстайтындар да бар. Біреу мақтаныш қылып айтатын шығар, алып келу невозможно. Қымызды самолетке алып келмей, басында алып келдік, одан кейін атылып кетеді, давление жоғарғы самолетке. Құдай сақтасын, бір 100 литр қымыз үшін біреудің өмірін қиғым келмейді ғой. Содан кейін біз алып келіп, соны канализация басында ашылған алып келгеніміз рас. Басында ең алғаш алып келген кезде. Қазір енді бардық осында, осы жақта алып келеді, осы жерде өзіміз қазыны өзіміз дайындырамыз іште. Қымызды бізге әкеліп береді, поставщиктер бар, өздері әкеліп береді. Барлығы осында. Тек қана алатынымыз ол жерден Қазақстанның шоколады, одан кейін Қазақстан осында заваркасы. Сүтпен шайға. Заварканы өзі Қазақстан. Турцияда вообще жоқ заварка. Бар, именно шайға сүтпен шығып еді. Түрі болмайды, құсып кетеді. Мына қараңыз, әп-әдемі жанып тұр. Көп қою. Көп қою әдемі болып тұр. Өзіміздің қазақи шай. Келген адамдар да алып келеді, бері қаратай жасап жатыр, алып келіп жатыр. Келетін адамдар өздеріне бірге алып келе салады. Соның 1-2 сумкасына салып келеді. Сонда қымызды осы Түркияның ауылдарында тұратын қазақтар жасайды ма? Иә, Измирде бар, Анкарада бар. Жақсы қымыздар, жаман емес. Енді олар жаңағыдай біз сияқты жаңағыдай балығымыз деп ондай білмейді, во-первых. Одан кейін жаңағыдай ысталған қымызды жасау білмейді олар. Өйткені ол бұрынғы осында қалған қымыздар ғой, қазақтар ғой енді. Қазақстанда ысталған қымыздар бар ғой. Бірақ енді бізде ысталған жоқ, бізде балығымызбен өзіміздің жаңағы қымыз бар. Сіз енді Қазақстанда да кәсіппен айналысып көрдіңіз, қазақстандық кәсіпкерлерді де білесіз, Түркияда да кәсіпке араласып жүрсіз. Түркиялықтар мен қазақстандықтардың кәсіп жасауда қандай айырмашылықтары бар? Енді мен айтайын, бұл жерде ең бірінші өзім жақта айта кетейін. Бізде енді жалпы өндіріс жоқ қой. Сөздің ашығына келгенде. Бізде өндіріс жоқ, бәрі сырттан келеді. Экспорт жоқ. Экспорт бар, жаңағы бидай, экспортқа кететін. Бірақ нақты келгенде элементарно бір жаңағы киім шығармаймыз ғой. Енді қолға алып отыр үкімет. Құдайға шүкір, енді болады. Қазір енді
небір қолдаулар болып жатыр, небір программалар болып жатыр үкімет тарапынан. Қолдаймыз кәсіпкерлерді, жаңағыдай болмаса шетелден инвестиция саламын десеңдер, пожалуйста. Үкіметтің жаңағы бар біршама прайстар бар ол жерде, мен өзім көрдім. Мен ол жерде жаңағыдай үкімет инвестиция Қазақстанға келіп салам десең 10 жылға жаңағы налогтан босатады. Сосын кейін үкімет жаңағыдай жер береді. Неге? Өйткені инвестиция елге ақша келіп жатыр ол кәсіпкер. Елге не только жай ғана ақша, үлкен суммада ақша алып келіп жатыр. Содан кейін үкімет сондай жағдай жасап жатыр. Ол бір. Екінші жағында жұмыссыздық саны азайтады. Ол екі. Бір үлкен завод салынсын, жоқ деген 500 адам жұмыс істейді. 500 адам әжептәуір күн көреді ол жерде деген сияқты ғой. Енді бізде сол жағы кішкене еді. Енді болашақта болады енді. Жасаймыз. Міне, біз жаспыз ғой. Біз жаспыз, өмір алды. Құдайға шүкір. Біз бірлесіп кәсіпкерлермен де кездесеміз осыны Түркияда. Кәсіппен кездесеміз. Бірақ оны біз жасаймыз. Алып келеміз, елде жасаймыз. Өзіміздің өндірісті шетелге экспортқа шығарамыз, құдай қаласа. Жетеміз оған да, келеміз ғой. Өзбекстанға, Қырғызстанға, Қытайға, Қытай бар қасымызда. Сол сияқты біз өндіріске кішкене сол жағы қазір бізге ақсап тұрды. Ал бұл жақтан айтатын болса, мен кәсіпкерлері, бұл жақтан кәсіпкерлері действительно кәсіпкер енді. Оларды білет, кімге қандай подход жасау керек екенін, кімді қай жерде алдай жүретінін, көбісі бәрі емес, көбісі негізі бұл жерде көбісі алдайды. Сол кішкене қиындау да енді. Ал бірақ нақты сен жұмыс істейін десең, уже партнер боламын дейтін болсаң, жаңағыдай саған даже под реализация бере береді. Сен ол адамға 3-ақ күн бол танығаныңа под реализация товарын бере саласың. Сатқаннан кейін маған ақшасын бере саласың деп. Бұлардың кәсіп сондай. Сосын кейде сұрақ болады, қалай сіз маған бәрін бере салып жатсыз? Ертең мені алып кеттім Қазақстаннан, сіз маған ішесіз емес, сен бермесең Құдай өзі қайтарады ғой дейді, болды. Бірақ Құдайға тапсыра салыңыз болды. Оны естіген кәсіпкер, конечно, ойбай дейді. Сосын мен ақшасын шығарайын дейді ғой, енді под реализация олар жақсы жұмыс істейді. Бере салды 6 айға мен товарын бәрін сен алып, маған осыны сатып бер, 6 айдан кейін ақшаны қайтара сал. Болмаса ай сайын беріп тұра бер, сатылғаны дейді. Бірақ суммасы осындай болады дейді. Одан кейін өткенде осы қазақ студенттерімен де сөйлескенде олар айтады да, түріктер бауырларыменен кәсіп жасаған кезде олар кәсіпке кәсіп деп қарайды деп. Жалақысын береді, я болмаса кәдімгідей ағасының жаңағы мейрамханасына барып тамақ ішсе кәдімгідей төлейді ішкен тамағына. Біздің қазақтарда туыстарымен бірлесіп кәсіп жасау мүмкін емес деп айтады да. Сіз бұған қалай қарайсыз? Енді бұл адамның кәсіпкердің өзіне байланысты ғой. Негізінде. Ол мына жерден тегін кету деген әңгіме жоқ қой қазір. Кәсіп болғаннан кейін, өзінің қалаушысы өзің болғаннан кейін, бұл жерде ондай жоқ. Мен ұғымда ондай жоқ. Мен даже кім болса да, допустим, өзіміз алсақ та, біз өзіміз төлейміз. Біз өз счетымызды өзіміз төлейміз. Рас, мен өзім жүріп, ояқтан ішіп жеп, өзім мысалы өзім төлеп кеттім. Сосын кейін басқаларды келеді, өзім жаңағы бауырларымызда кім туысқандарым келеді Стамбулға. Жоқ, олар наоборот үстіне беріп кетеді. Иә. Бауырым, інім дейін туыспыз ғой енді. Саған ризамын осы Стамбулда қазақтың шаңырағын ашқаныңа, деп кәсібіңе береке берсін деп. Именно постоянно келеді. Стамбулдан пока кетемін деген şeyден осыған келіп тамақ ішіп кетеді. Ана келеді, мысалы метромен келемін, осыдан түседі, осына келіп тамақ ішеді. Обед, ужин осы жерден. Сөйтеді. Бізден жаңағы, енді менің ортамда ондай жоқ. Ешкімде, достарымда да, таныстарымда жоқ, олар қайта екі есе үстіне беріп кетеді. Адамға байланысты болып тұр ғой, адамның қабылдауына байланысты. Сіз енді болса Түркияда 2 жылдан бері қарай ғой кәсіп жүргізіп жатырсыз. Қазақстанның жаңағы кәсібін кеңейтем деген, осы Түркияның нарығына кірем дейтін кәсіпкерге қандай кеңес берер едіңіз? Енді бұл жерде қазір кеңес беретін болсам, бірінші өндіріс ашқан дұрыс та Қазақстанда. Бірінші өндіріс ашқан дұрыс негізінде. Алып сатардың бәрі несі отыр, Қытайдан да қазір алып барып отыр біздің Қазақстан. Қазір не болып кетті ғой, купи-продай болып кетті бізде. Анда беріс, алыс беріс, шикізат кетеді де өзімізге наоборот келеді деген сияқты ғой. Өзімізге 2 есе 3 есе бағада келіп жатыр. Бірақ өзіміз аламыз. Бірақ оны бірінші Қазақстан ішінен өндіріске ұмтылу керек та. Өндіріске кішкене, сол жағына кішкене басым көпшілік жағына мән беру керек. Бар, біреулер айтуы мүмкін, өндіріс қалай ашамын дейтіндер де бар ғой енді. Жоқ емес. Оған сразу келмейсің. Өндіріс ашу оңай емес ол. Оған постепенно келесің. Енді жарайды сен бір олигархтың баласы болсаң, маған мынау керек десең, өндіріс ашып бере салады, иә. Бірақ енді өзің жаңағында орта отбасынан шыққаннан кейін бәріне маңдай термен келеді ғой. Өтірік әңгіме, мен бүйте салдым, мен байып кетемін, тез байып кетемін, оңай байып кетемін деген әңгіме өтірік. Мен айтайын, ой, ондай болмайды. Просто
мынау адам кішкене мышлениені дұрыстау керек, иә, жылай бермеу керек, алдыға мақсат қойып сол мақсатқа жете беру керек та, істей беру керек, самое главное. Ол содан кейін ол по ходу дела келе беретін дүние ғой, самое главное артқа кетпеу керек. Түсінікті. Осы жаңағы Түркияда кәсіп бастауда көп ереженің бірі, ол жаңа айттыңыз, минимум 5 түркке жұмыс беру керек. Ол бір адамға. Одан кейін тағы да қандай нелер бар, фишкалар? Жоқ, енді негізі сол ғой. Бастысы. Иә, бастысы сол. Саған кәсіп ашпайды емес, ашып береді. Бірақ енді ресторан саласында болатын болса, жалпы бірдеңе ашатын болсаң да, мен өзім келем, ашам, бірақ мен қасыма бір түрікті тіркеу керек. Сонымен бірге партнер деп көрсету керек. Сол кезде маған үкімет рұқсат береді. Көрдіңіз бе қандай заңдар? Бізде не істесең оны істе ғой. Сен қазағыңды аласың ба, басқаңды аласың ба, өзің біліп кімді алсаң жұмысқа. Бізде ондай жоқ. Бізде ашық та бәрі. Бұл жақта талап етіп қойған, обязательно міндетті түрде түрік азаматын, 5 түрік азаматын жұмысқа алу керексіңдер. Шетелдіктерге талап етіп қойған. Сол кезде олар неге жұмыссыз саны азайды ғой. Иә, өте жақсы жүйе жасап қойған. Істегің келе ма біздің елге? Жасағың келе ма? Бизнес жүргізгің келеді ғой. Осындай, пожалуйста, істе. И қасына бір түрікті обязательно кіргізесің деген әңгіме ғой. Одан кейін барып рұқсат береді. Ал ол түрікке қанша пайыз үлес? Жоқ, бұл жерден баяғыда 49% болған екен, қазір уже 1% болса болды деп. Сондай кез. Әйтеуір, бірақ болу керек партнер ол. Өйткені оны юристтермен сөйлессін, юристтердің өзі айтуы бойынша жаңа 1%-ға тіркеп қойыңыз, ең бастысы қасыңызда жүреді деген сияқты ғой. Ертеңгі күні мен ол адамсыз ештеңе шеше алмаймын ғой. Оның рұқсатымен. Ол жоқ, мен сатпаймын бірдеңе деп қалса, оның рұқсатымен де сата алмайды. Айтады, ананың қолын алып кел дейді. Одан кейін барып сатамын десең сат, пожалуйста дейді. Сөйтіп бәрін байлап қойған ғой дейді. Кірген ақшаны шығармаудың амалы да бір сөзбен. Түсінікті. Енді соңғы сұрақ болсын, жалпы алдағы уақытқа деген бизнес жоспарларыңыз қандай? Енді көп енді. Мен оны айтпай қойын. Құпия болып қала берсін. Бірақ жоспар өте көп. Жұмыс өте көп. Идея да көп. Ең бастысы уақыт асықпау керек. Уақыт өзінің ретімен келтіреді. Құдай өзі беріп қойған ғой, бір кезеңдері беріп қойған, асықпай осыған келе бересің деген сияқты. Бірақ істей беру керек та, соған бара беру керек. Енді болашақта негізі менің болашақта мақсатым Қазақстанда өндіріс ашу. Өзіміздің производствомен шетелден ойыма келді, мысалы Қазақстанда не ашамын, бізде бар екен ғой, Петропавловскте тәжік шығаратын де, мысалы елдер жаңа күліп қояды, тәжік шығарып отыр анау. Рахмет айтамын, сөйтіп келеді, ол кәсіп түсінбейтін адамдар күле береді де, ол бүйтіп атып сөйтіп. Наоборот, оны жақсы, енді тәжік шықты ма, ертең болса горшогы шығады деген сияқты әңгіме ғой енді. Сөйтіп келе береді ғой. Қазір міне памперс шығарып жатыр екен. 2 жерде памперс шығарып жатыр. Қытайдан алып келген аппараттарын бәрін. Енді уже бізде өндіріс, өзінің өндіріс памперс шығарып жатыр. Естіп келеміз ғой, не все сразу. Қазір енді өзіңіз көріп отырсыз, жаңағыдай Ресей мен Украинаның арасында соғыс болып жатыр. Ресей мысалы под санкция. Шетелдіктен бәрін блок қойып тастаған, Россияға ешқандай тауар жібермейді. Мына жақта қандай момент? Мына жақта Қазақстан келген шығанның бәрін заттың бәрін Ресейге алып барамыз. Енді ол Құдай өзі реттейді ғой әр жерден. Бірақтан біз үлкен возможность болып тұр да қазір бизнеспен айналысқанға. Соны түсіну керек. Үлкен возможность біз үшін, біздер үшін, қазақстандықтар үшін. Аш Ресей алады, аш Ресей бұрын алатынбыз ғой аяқта. Енді ояқта қазір көп завод фабрикалар жабылып жатыр. Неге еткенде сырт жақтан келмей жатыр. Олар да выходтарын іздеп жатыр. Олар да ана мемлекетпен келісімге келеді. Басқа мемлекеттен шығады. Мысалы, ол кешеде меморандум болды Иранмен бірге. Иран арқылы да бірге жұмыс істейміз. Иранның под санкция жүргені 18 жыл болды санкцияда Иран мемлекеті. Олар да бірдеңе қылып шығу керек қой. Иранның өзінің мұнайы бар, өзінің газы бар, өзінің производствосы бар. Небір заттар шығады. Мысалы, Қытай сияқты ол да. Бірақ Қытай мелочьпен кіріп кеткен, Иран крупный заттар шығады. Иранда кәдімгі үлкен производство мемлекеттер ғой. Тек ресторанмен шектеліп қалған жоқпыз біз. Қазір біз бәрімен, қазір мен шаңырақты неге қылатын, орталыққа жатырмын ғой. Оның ішіне жаңағындай ұйымдастыру ішінде жүрген гидтер де бар мысалға. Жүрген Қазақстаннан келем, кәсіп ашам дейтіндері болса да оған юристтермен бірге жол салып береміз. Қандай кәсіп түрі мысалы жасайын десе, сонымен де біз айналыстырып береміз. Чтобы олар алданбайтындай басқаға, ақшасын босқа далаға шашпайтындай. Сол жағын да қарастырамыз. Барлығы бар бізде. Ең басты шаңыраққа келсең, ол жерде сөйлесейік. Кездесеміз адамдармен кәсіпкер болатын болса, келсін Стамбулға. Одан кейін жұмысымызды ары қарай жүргізе береміз.
Күшті, керемет. Данияр мырза, уақыт бөлгеніңіз үшін көп рахмет. Сізге де рахмет. Ісіңіз табысты болсын, кәсібіңіз алға қарай өрлей берсін. Рахмет. Құрметті көрермен, бағана айтып кеткеніміздей, Стамбулға кеп жатсаңыз, шаңыраққа ат басын бұрмай кетпеңіз. Отандық өнімді қолдайық, өзіміздің кәсіпкерлерді қолдайық. Рахмет, келіңіздер, күтеміз. Стамбулдағы қазақтың қара шаңырағына айналған шаңырақты күтеміз. Зейтінбұрында бар, біреу Фатих районында бар. Екі жерде бармыз. Лалалиге шопингке барған қазақтар міндетті түрде шопингтен кейін кіріп шай ішіп кетуді ұмытпаңыздар. Ал құрметті көрермен, егер де біздің эпизодымызды осы жерге дейін көрген болсаңыздар, онда міндетті түрде ұнаған болса лүпіл басыңыздар және төменге өздеріңіздің бүгінгі тақырып жайлы өз ойларыңызды да білдіре кетіңіздер. Осымен біздің бүгінгі эпизодымыз тәмам. Келесі шығарылымға дейін аман есен тілдескенше, жүздескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз.